Баршаңызға сәлем достар. Бүгін Тему сайтынан заказ беруді үйренетін боламыз. Ең алдымен Тему сайтына кіреміз. Одан кейін мына жерлерде әртүрлі категорияға бөлінген. Сол жерден өзіңізге керек заттарды қарай бересіз. Мен өзіме керек затты поискке жазып іздейтін боламын. Маған балалардың сүлгісі керек. Сол үшін орысша іздеп жазатын боламын. Осылайша сіздерде қалаған заттарыңызды поискке жазып іздей беретін боласыздар. Бұл жерде бірінші тұрған сүлгіге қарасаңыздар, мұнда 21 000 сүлгі сатылған. Сол үшін де мен бірінші тұрған сүлгіні алатын боламын. Кіргеннен кейін астында ең бірінші біз отзывтарын қараймыз. Адамдардың жазған отзывтарын қараймыз. Одан кейін астына түскен кезде сол товар жайлы ақпараттар жазылып тұрады. Мысалы, материалы, неше жастан басталып деген сияқты, соларды көрсеңіздер болады. Енді доставка жағы бізде екіге бөлінеді. Біреуі почта арқылы заказ беру, және екіншісі карго арқылы заказ береміз. Және қай күндері келетіні барлығы жазылып тұр. Мысалы, мына жерде 16 июль мен 3 июльдің арасында карго арқылы берсеңіздер келеді. Мен карго арқылы беретін боламын. Енді заказ беру үшін астындағы сары батырманы басамыз. Осы жерден өзіңізге керек түсін, размерін таңдайсыз. Маған көк түсі керек. Осы көк түсін таңдаймын да в корзину деген батырманы басатын боламын. Одан кейін қайтадан артқа шегініп, келесі товарымды іздейтін боламын. Байқасаңыздар, Тему сайтында минимальный заказ 2500 теңгеден аз болмау керек. Сол үшін де 2500 теңгеге заказ беретін боламын 2-3 затқа. Осылай екінші керек товарымды іздедім. Бірінші тұрғанға кірем. Және де жаңағыдай ең бірінші біз отзывтарын көреміз. Адамдардың жазған, одан кейін осы товар туралы ақпараттарды осы жерден оқып шығамыз. Материалы қандай, бәрін көреміз. Одан кейін корзинаға добавить етеміз. Сары батырманы басып. Енді біздің келесі затымыз осындай прозрачный чехол іздедім. Осыған кіремін. Бұл жерден де жаңағыдай отзывтарын көреміз. Және ақпараттарды оқып шығамыз да в корзину деген батырманы басамыз. Біздің корзинамызда жаңағы таңдаған 3 затымыз бар. Енді астында тұрған жасыл корзинаға кіреміз. Жаңа 3 зат таңдадым, сол 3-еуі осы жерде тұр. Өздеріңіз үшін заттарды қайттан тексеріп шығуға болады. Мына жерде iPhone 11 прозрачный және массажердан кез келген түс салып жібереді. Және сүлгіден көк түсі. Біз затымызды тексердік, енді астындағы оформить заказ дегенді басатын боламыз. Енді бұл жерде біз доставка жағын таңдайтын боламыз. Самовывоз және стандартный деген жаңағы через почта арқылы беру. Ал мына жерде адрес таңдаймыз, яғни каргоны өзіміз таңдаймыз. Менде карго таңдалып тұрғандықтан изменить деген батырманы басамын. Сіздерде тоже изменить деп тұру керек, соның үстінен басып кіретін боласыз. Бұл жерде сіздерде карго таңдалмаған, сол үшін изменить деген батырманы басып кіреміз. Бұл жерге өзіңіздің қалаңызды немесе ауданыңызды жазасыз. Мен Шымкент қаласын жазам. Шымкентті таңдаған кезде Шымкентте бар карголардың тізімін шығарып береді. Яғни мен осы жерден өзіме жақын каргоның адресін таңдаймын. Мен жаңа пост арқылы беремін. Яғни мен жаңа пост және өзіме жақын филиалын таңдаймын. Міне жаңа пост каргосының Шайхметов көшесіндегі филиалы маған жақын, сондықтан осыны басып забрать здесь деген батырманы басатын боламын. Біз беретін каргомызды таңдадық. Енді астындағы сохранить деген батырманы басамыз. Біз доставкасын таңдадық. Енді төлемді Каспи карточка арқылы визамен төлейтін боламыз. Каспи картасын тіркеу менде өткен сабағымда, екінші сабақта көрсетілген. Сол жерден көрсеңіздер болады. Болмаса астына описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Енді бізде осы 3 заттың общий суммасы 2640 теңге шықты. Мен тек осы ақшаны ғана төлеймін, өйткені доставкасы тегін болады. Енді подтвердить заказ дегенді басамыз.
басқаннан кейін осылай Каспийден оплата алынатын болады. Заказ жасағаннан кейін сіздің электронный почтаңызға осындай сообщение келеді. Осы жерден көрсеңіз болады. Сіздің жаңа берген затыңыз 16 июнь мен 3 июльдің арасында келетін болады. Және осы жерден сіз затыңыздың қай жақта келіп жатқанын қарап отыра аласыз. Енді қайтадан Тему сайтына барып, астында тұрған «Вой» деген батырмаға барсақ, «Ваши заказы» деген жерге кірсеңіз, осы жерде сіздің затыңыз қашан жолға шығады, қашан жіберіледі, соның барлығын қарап отырсаңыздар да болады. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта Тему сайты жайлы көптеген ақпараттар салып отырамын.